Ассалаумағалейкум ағайын. Менің атым Сайлау болады. Мен қазір оңтүстік Кореядамын. 15 жыл болды осы жерде жүргеніме. Кішігірім кәсіп жасап жүрмін. 15 жылдан бері. Сол 15 жылдан бері осы Южный Кореяға кіріп шығып, өзімнің 15 жылдан бері стажымды бөлісе кетейін деген едім. Қазір Кореяға біздің Қазақстаннан көп адам кіріп жатыр. Үш адамнан кейін төртіншісі Корея деп жүр аузында. Бәрі қазір енді келіп жатыр. Кейбіреу кіреді, кейбіреу кіре алмайды. Содан қорқады, келуге. Қалай кіруін мен айтам, жақта түсіндірем. Соны мұқият тыңдап түсініп алыңыздар. Біріншіден жаңағы үш қағаз болады. Үш қағаз билет әрі-бері, декларация и бронь гостиница. Осыларды дұрыс десеңіздер, сіздер міндетті түрде өтесіздер. Өтемайтын возможность жоқ, өтесіздер. Мен сізге гарантия беремін. Сол үш қағазды жақсылап, сапалы түрде толтырып, бір 4-5 сөз ағылшынша білсеңіз, жаңағы бірінші келген кезде сұрайды, не үшін келдің, қанша уақыт боласың. Осы 3-4 сұраққа жауап берсеңіз ағылшынға, сізді міндетті түрде өткізеді Кореяға. Сосын ал күмәнсіздеп жүрген адамдарға мен көмектесе аламын. Мен өзіммен бірге айына бір рет барып келемін Қазақстанға. 100% мен алып өтіп кіргіземін, жұмысқа орналастырамын. Бұл кіру мәселелері. Енді қараңыздар, көп случайлар бар. Кореяға кірудің амалын табу. Бір кісілер бар, бірге ұшып келген. Мен айтады, қалай келдім дейді. Біреулер бізде сразу неге Алматы Сеулға алады, билет сразу ұшып келе береді. Паспорттар еще тап-таза, декларация дұрыс толтырмаған, қалай киіне саған, түрлері кішкене ондай адамды сразу біліп қояды, жұмысқа келе жатқан, турист емес екен. Бірінші мәселе, келу себебі жұмысқа келетінін бәріміз білеміз. Сосын сол нәрсеге келердің алдында жақсылап дайындалып, осы YouTube, интернетті жақсылап көріп, көп адамдардың, осындай білетін адамдардың ақылдарын алсаңдар, өздеріңе пайда келеді ғой. Бұл минус әкелмейді, пайда келеді. Білесіздер қалай келу керек екен. Жаңағы бір кісіге сұрадым, келатқан кезде айтады. Ол кісі айтады, қалай кіргенін сұрап алдым. Айтады, мен дейді, бірінші Дубайға бардым дейді. Дубайға бардым. Сосын Дубайдан бір күн жүрдім, бір күн арладым, автобуспен су алып, күндіз су ішіп, бір булочка жеп, автобуспен Дубайды бір арладым дейді. Адасқан жоқ, аэропортта местоположение қойып, сөйтіп бәрі істеп алдым. Бір күн арладым да, кешке жақын Филиппинге қарай ұштым дейді. Филиппинге келдім дейді. Филиппинге ұштым дейді. Филиппинге ұшып, Филиппинде де бір күн болған, бір күн қонған, ертесіне Южный Кореяға ұшқан. Ол кісінің де паспортында да печать, ешқандай нәрсе болмаған. Сөйтіп, екі елден печать алып шықты. Біздің Қазақстаннан еще тағы алып шықты. Сөйтіп, Кореяға келді, паспортын ашты, көрді. Ол кісіге бір ауыз ләм демек, оны кіргізіп жіберді. Қараңыздар, оп-оңай. Ал мынау сразу қараңыз, Алматыдан или басқа жақтан, Астанадан, қай жақтан келетін адамдар сразу Сеулға қарай алады да, паспорттары голый, келеді бізді кіргіз дейді. Қалай ол кіргізеді, мысалы, біледі, чтобы осы жерде қаншама қазақтар кіргенін, и олардың бәрі нелегал жұмыс жасап жүрген осы жерде. Олар да ақымақ емес қой. Соны кіргізбеуге тырысады. Допросқа жіберген соң, допроста уже сізді досконально сұрайды. Сіздің уақытыңызда, қанша күн болатыныңызда,
гостиницаны қалай брондадыңыз, сіз гостиницаға қалай барасыз, оған сіз жауап бере алмайсыз. Мен сізге гарантия беремін, сізді қайтарады. Сол үшін көп ақша жаратып келатқан соң көп информация жинау керек жан-жақтан. Тағы да бұл кіру мәселелері. Вот сондай сияқты мақұл, қараңыз, жаңағы билеттің бағасы примерно мақұл 350 мың теңге дейік. 350 мың теңге Астанадан или Алматыдан бері келетін. Жаңағы Дубайға, Филиппинге барып келген кісі, ол кісі де 350 мың алған. Кішкене ертерек 3 елге барып келетін сол билетті алған 350 мыңға. Сөйтіп Кореяға кіріп кетіп жұмыс жасады осы жерде. Тағы да енді бұл енді кіру мәселелері. Сосын тағы да біздің жанымызда Россия, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, басқа елдер бар. Сіздің паспортыңыз таза болса, ішінде печать ешқандай ұрылмаған болса, сіз бір күніңізді, 2 күніңізді бөліп, или Өзбекстанға барыңыз да границаға, азаннан кешке дейін кіріп шығып, печатты толтырмаңыз 2-3 бетке. Қырғызстанға барыңыз, Қырғызстанға да кіріп шығып, таможняда ғана ар жағына кіріп жүру қажет жоқ. Сіз қайта саласыз үйіңізге. Россияға кім жақын, сол жаққа Россияға сесе болады. Қырғызстанға, Өзбекстанға, Қытайға да Алматы жақта жақын барып қайта кіріп шыға берсін. Сөйтіп паспортты толтырып алса, өзіне плюс болады. Кішкене, мысалы, көп ақша жаратып келатсыз ғой, көп рискімен қарызға алып, шынымен де қарызға алып, сол нәрсені батып сөйтіп келатқан кезде осы жақтан кіргізе қойса, қандай өкпелейсіздер. Оның бәрі өздеріңізде соны кішкене ойланып, осындай нәрселерді көріп, алдын ала дайындалсаңыздар, 100% өтесіздер. Мен сіздерге айтамын. Ал өте алмайын, қиын маған десеңіздер, мен көмектесемін. Мен айына 2 рет или 3 рет барам, сол кезде 2 адам, 3 адамнан алып келе аламын. Енді сондай қайдың қабілеттеріңіз қорқып барамайтын болсаңыздар, мен кіргізуге көмектесемін. Кіргізіп, жұмысқа әкеп орналастырамын. Осы видеоның аяғында комментарийға не сұрақтарыңыз бар, декларацияны қалай толтыру керек, бронды қалай жасау керек. Мен айтпақшы, осы жақында барам, 8 майда. Сонда декларация көп апарам. Маған жазылсаңыздар, комментарийға жазсаңыздар, декларацияны көп апарып, соны таратып беремін сіздерге. Үйде тренировка жасайсыздар. Қалай толтыратын, мен көрсетемін даже. Көрсетемін. Сосын, жаңа қай жерге келдім? Паспорт жайлы, паспортты солай толтырып, печатқа толтырып, жаңағындай декларацияларды дұрыс толтырып, сөйткен 100% өтесіз. Сосын, жаңа айтып өткендей, мен айына 2-3 мәрте барам, сол кезде қорыққан адам, келе алмайым деген адам, үлкен кісілер болады. Сол кісілерге мен алып келуге көмектесемін, мен кіргіземін. Мен сосын осы жерде жұмысқа орналастырам. Кореяда жұмыс көп. Бәріне жетеді. Кім келсе де жұмыс қырғын бұл жерде. Жұмыс қырғын. Бірақ айтарым, жұмыс бұл жерде қиын. Өте қиын, жұмыс қиын. Сол қиынды біліп келіңіздер. Екінші мәселе, жұмыс істесеңіздер, бұл жерде әйелдер мен еркектердің айлығы екеуі бөлек. Әйелдердікі кішкене төмен жүреді, еркектердікі үлкен жүреді. Өздерінің елінде сондай. Сосын айлықтың примерно айтамын. Ең минимальный айлық 500 мың теңгеден басталады. 500 мың теңгеден басталады айына. Ең көбі миллионға дейін. Ол өзінің осы жерде жүрген уақытына, стажына қарай көтеріле береді айлығы. Жақсы істесең, бастығымен жақсы болсаң, миллионнан да көп айлық аласың. Тағы бір мәселе таптым. Осыны айтып болайын айлық туралы. Тағы да осыны айлық туралы, тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, мен осы видеоны бірінші түсіріп жатырмын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, мен соған жауап беремін. Комментарийға жазыңыздар тағы да.
көп сұраңыздар, бәріне жазып, қай жерде қандай видео керек екенін, декларацияны қалай толтыру керек екенін. Мен осы аэропортқа ұшып бара жатқанда аэропортта түсіріп берейін, жұмыс істеп жатқан қазақ балаларды түсірейін. Ол не керек Корея туралы? Бәрін істеп беруге мен шамам жетеді. Сосын Қазақстанға да керек заттарыңыз Кореядан, любой заттарыңыз, бәрі заттарыңыз, машинаға дейін, техника, косметика, бәріне де апара алам, көмектесе алам. Иә, сұрасаңыздар болады, оған да жауап бере алам. Сосын үшінші мәселе енді. Үшінші мәселе жұмыс жасауға, бұл жерде жұмыс. Үшінші мәселе енді Америкаға, тағы да бізде Америкаға көп адамдар барып жатыр. Мен Америкаға тапсырайын деп барсам, күніне 150-200 адам тапсырып жатыр. $160 төлеп отыр әр адам. Масқара бюджетіне олардың ақша түсіп жатыр да, Американың. Бәрі сондай болып жатыр ма деп. Оған да барады, о жерде 100 адам ішінен 10 адам өте ме, өтпей ме білмеймін. Америкаға өтуді жолын таптым осы жерден. Қалай екен, кейін мен өзімнің номерімді тастаймын, соған түсіндіріп айтамын. Америкаға баратын адамдарға да Корея арқылы Америкаға баруға болатынын оны таптым. Иә, сол менде қызық нәрсе болып жатыр. Америкаға барғысы келіп жүрген адамдарды, или сіздердің таныстарыңыздың таныстары болса, Америкаға баратын адамдар, осы видеоға комментария жазсын, мен жауап беремін. Болмаса, осы барған кезде мен контакттарымды қоям, сол арқылы хабарласуға болады. Иә, но мен түсіріп жатқан бірінші видеом, мен әлі адамдардан сұрақтар, көп қой сұрақтар, соларды оқып, көріп, сол сұрақтарға жауап беруге тырысам. Көп видео түсірем, мен бастамам. Иә, бұл ойыма түскені, мен таможняда қанша рет өттім, қанша қазақ балалар артқара қайтып жатыр, қыздар қайтып жатыр. Неге бұны көмектеспеймін, осы неге айтпаймын, осы нәрсенің бәрін неге көмектеспеймін деп, өзіме ой келіп, дамытпаймын деп, осындай YouTube каналына канал ашып, сіздерге көмектесуге дайынмын. Иә. Осы видеоны жалғыз сіз ғана, сізге ұнамаса, басқа біреуге беріңіз, ағайын туысқан, WhatsApp-тағы групптарыңызға лақтырыңыз, ағайын туысқан, группалас, коллегаларыңызға бәріне тарата беріңіз. Бірақ сізге пайдасын әкелмесе де, бұл басқа адамға пайдасын әкелетін менің көзім жетеді. Өйткені сізге қызық емес болса, басқа адамға, осындай Кореяға, Америкаға барғысы келіп жатқан адамға бұл өте қызық и маңызды. Лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды сұраңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.